Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ұнтақ жармасынан жасалатын, яғни мани қосып пирог дайындайтын боламын. Өте қарапайым заттардан жасалады және де миксер қажет етпейтін дәл осы пирогты менімен бірге дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен бізге керекті заттар: ыдысымызға секерімізді саламыз. Менде секер болмағандықтан сапық секер салдым, және үстіне кішкене сүт құйып ерісін деп қойдым. Жарты стақан айранға бір қасық ас сотымызды саламыз, араластырып қоямыз. Айранымыз 2 есе көтерілетін болады. Секерден кейін 2 жұмыртқамызды және сым тұз салып мұқият араластырамыз. Көріп тұрғандай айранымыз 2 есе көбейді және көтерілді. Осыны жұмыртқаның үстіне құйып мұқият араластырамыз. Айраннан кейін 1 кесе маникті салып араластырамыз. Және де ұн саламыз. Ұнды көп салмаймыз, 2 ас қасық салсаңыздар болады. Бұл пирогты сіздер 2 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Және де сұйық майымызды құйып араластырамыз. Менің табам осындай 4 бұрышты таба. Үстіне жабыспау үшін пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құямыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Пирогымызды 160 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Көріп тұрғандай пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, қарапайым заттардан жасалады. Сіздерді жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болыңыздар. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.